Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Жиенбет жыраудың еңсегей бойлы ер есім жырының көркемдік ерекшелігі. Сабақтың мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Шығармадағы көркемдегіш құралдардың символ, синекдоха, қайталау түрлері, эпифора, анафора, аллитерация, ассонанс, риторикалық сұрақ қолданысын талдау. Жиенбет Бортағашұлы 17 ғасырда аса көрнекті ақыны, ірі ойшылы, қырағы сардары. Ол Есім ханның әскербасы батырларының бірі, әрі жорықшы жырауы. Жиенбеттің бұлайша қазақ аузында сақталуы, ол ең алдымен елдің көркеюіне, қонымды жыр толғап, бойындағы ақындық шабытын батырлықпен байланыстырған болса керек. Оның үстіне Жиенбет өзі тұтас кейбір хан мен билерге наразылық білдірген, тіл тигізе батыл сөздерді айтқан, өз дәуірінің өткір азаматы болған. Жыраулар поэзиясының өзекті тақырыптары: туған жерді, елді сүю, адамгершілік қасиеттерді насихаттау, отанды қорғау, елді бірлікке шақыру, ел мен жерге еңбегі өткен батырлар, хандар жайлы. Есім ханға сипаттама: Шығай ханның баласы, Тәуекел ханның інісі Есім 1598-1628 жылдар мұрагерлік жолмен ресми түрде хан тағына отырды. Зор денелі, күшті адам болғандықтан, талай жорықта ерлігімен көзге түскендіктен қазақ тарихында еңсегей бойлы ер есім атанған. 17 ғасырда есімге арналған еңсегей бойлы ер есім атты тарихи жыр жазылады. Жырдың осы заманға жеткен нұсқасы Ұлттық ғылым академиясы кітапханасының қорында сақтаулы. Есім хан кезінде ел билігін нығайту үшін қырғыздармен одақтасып, соның белгісі ретінде қырғыз билеушісі Көкімге арнап Ташкент қаласында күмбез салғызады. Көкімнің көк күмбезі аталатын ғимарат көрші өзбек жерінде осы кезге дейін сақталыпты. Бет жыраудың еңсегей бойлы ер есім жырын аудиодан тыңдайық. Еңсегей бойлы ер есім. Еңсегей бойлы ер есім, есім сені есіркен. Есілде менің кеңесім, ес білгеннен есім хан, қолыңа болдым сүйесін, қолтығыңа болдым демесін. Ертеңгі күн болғанда, елің кеңес құрғанда, айналып ақыл табарға есіктегі ебесін, сонда ханым не десін? Мен жоқ болсам Есім хан, ит түрткіні көресің, Жиенбет қайда дегенде не деп жауап бересің? Меніменен ханым ойнаспа, менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыспен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай, көруші едім Есім хан, ханымды күнім, сізді айымдай. Сырым саған түзуді, садақа салған бұлыңдай, жұмыскерің мен едім, сатып алған құлыңдай. Жүруші едім араңда, өзіңнің інің менен ұлыңдай. Мен өлсем, құнсыз кетер демесен, кешегі өзіңнің ұрып өлтірген Тілеуберді құлыңдай. Тілеуберді құлың мен емес, мұның қаным жөн емес. Менің ерекенді көргенсің, әуелден бірге жүргенсің, дегенімді қылғансың, қайратымды білгенсің. Ағбытпа ханым күннен соң, сіздің естен кеткенмен, біздің естен кеткен жоқ. Қалмақтың бөрі қаны келгенде, соқыр бурыл байталға, сонда бір жайдақ мінгенсің. Қалмақтың бөрі қаны келгенде, қаланың қасы бүлгенде, қандар қалаға қылаған, сұлтандар суға сылаған, қазы мойынды қаншаңыз қалада тұрып жылаған. Тал шарбаққа мал сақтап, тас қалаға жан сақтап, тасқан екен мына хан. Қайырлып қайыр қылуға қылығың жоқ ұнаған, қайратым қанша қайтса да мұныңа ханым шыдаман.
арқаға қарай көшермін. Алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін, ат сауырын берермін. Алыста дәурен сүрермін, қарамасаң қаным қарама, сенсіз де күнімді көрермін. Келесі сәйкестендіру тест. Бірінші, Есім ханның билік құрған жылдары. Екінші сұрақ, Есім ханның әскербасы болған жырау. Үшінші сұрақ, Есім хан тұсында 200 жыл қазақ хандығының құрамында болған қала. Төртінші, Ташкент қаласының билеушісі деп жарияланған хан. Бесінші, Тұрсын ханның бүлігі қалай аталады. Енді нәтижедегі жауаптарға қарап отырып, осы сұрақтарды сәйкестендіреміз. Сұрақтардың жауабы былай. Есім ханның билік құрған жылдары 1598-1628 жылдары. Есім ханның әскер басы болған жырау Жиенбет. Есім хан тұсында 200 жыл қазақ хандығының құрамында болған қала Ташкент. Ташкент қаласының билеушісі деп жарияланған хан Тұрсын хан. Тұрсын ханның бүлігі қалай аталады? Қатаған қырғыны. Жырдың көркемдік ерекшелігіне тоқтала кетейік. Жырда мынадай әртүрлі көркемдеуіш құралдар қолданылады. Мысалы, ассонанс. Еңсегей бойлы ересім, есім сені есірткен, есіл де менің кеңесім. Жырда бірыңғай дауыстылардың қайталануы. Екінші, аллитерация. Қайырылып қайыр қылуға, қылығың жоқ ұнаған, қайратым қанша қайтса да, жырда бірыңғай дауыстылардың қайталануы. Теңеу. Менің ерлігімді сұрасам, жолбарыс пен аюдай. Басқа зат пен құбылыспен салыстыра суреттеліп тұр. Аюдай деген сөзде дай жұрнақ арқылы жасалып тұр. Эпитет. Тал шарбаққа мал сақтап, тас қалаға жан сақтап. Бұл өлең жолында айқындалып тұрған сөздер тал шарбаққа, тас қалаға эпитет сөздер болып келіп тұр. Ал енді келесі шығарманың тарихи құндылығын көрсететін эпизодтарды менталды картаға түсіреміз. Шығарманың тарихи құндылығын танытатын эпизодтар. Әмірін қатты Есім хан, бүлік салып бұйырдың, қаһарыңды басқалы қалың елім жиылды. Арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін. Қарамасам ханым қарама, сенсіз де өмір сүрермін. Бұл жаңағы тапсырма бойынша дұрыс жауаптары осылай. Келесі кері байланыс. Білім гүлі әдісі арқылы кім қаншалықты ұқты? Тақырып бойынша әлде ізденуім керек. Мен сабақты жақсы түсіндім, өте жақсы түсіндім, мен үшін қызықты болды деп белгі берулеріңізге болады. Енді бүгінгі сабақты қорытындылай келе, жалпы сабақта не түсіндік соның бәрін жүйелей келе, үйде Жиенбет жауынгер жырау атты эссе жазамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.